Қазақстандық қамту дегеніміз не? Қазақстандық қамту бұл Қазақстанда жасалған жұмыстар, тауарлар немесе қызметтер. Бұл импортты алмастыру, яғни инвесторлармен жобамен жұмыс істегенде отандық шикізат, жабдықтар мен мамандардың үлесі жоғары қазақстандық компанияларды жұмысқа шақырады. Теңіз Шевройл үшін жергілікті бизнеспен берік іскерлік қатынастарды дамыту және қолдау өте маңызды. Соңғы жылдары компаниядағы қазақстандық қамту тұрақты өсуде. ТШО-ның 1993 жылдан 2022 жылдың 2-ші тоқсанына дейін қазақстандық қызметкерлерге, отандық өндірушілердің тауарлары мен қызметтеріне және қамтушыларға төлеген төлемдері мен мемлекеттік бюджетке аударған салықтарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасына тікелей төлемдері 169 миллиард ақш долларынан асты. ТШО қазақстандық қамтудың жоғары үлесіне қол жеткізу үшін өз жобаларына жергілікті өндірушілерді тартуды жалғастыруда. Қамтушы атанудың екі жолы бар. Қазақстандық қамтуды қалай растауға болады? Отандық тауар өндіруші болу үшін компанияның ST-KZ формасы бойынша куәлігі болуы тиіс. Бұл құжат тауардың шығарылған елі Қазақстан Республикасы екенін куәландырады. ST-KZ формасындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат 2009 жылы енгізілді. Оны Қазақстандағы импорттық мәмілелер үшін қолданады. Сертификаттарды өңірлік кәсіпкерлер палаталарында 14 облыста, сондай-ақ республикалық маңызы бар қалаларда рәсімдейді. Сертификат алу үшін ішкі айналымға тауардың шығу тегі туралы сараптамадан өту қажет. Сараптама шарттық негізде жүргізіледі. Бұл ретте өтініш беруші сараптама ұйымын өз бетінше таңдай алады. Сарапшы аудиторлардың реестрі Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі техникалық реттеу комитетінің интернет ресурсында орналастырылған. Сараптама жүргізу және актыны беру мерзімі өтінім тіркелген кезден бастап 5 жұмыс күні ішінде жүргізіледі. ST-KZ сертификатын алуға қажет құжаттар тізімі. Өтініш берушінің заңды мәртебесін растайтын құжаттар жылына 1 рет ұсынылады. Тауардың шығу тегін растайтын құжаттардың түп нұсқасы мен көшірмесі. Қызмет түріне лицензиясының түп нұсқасы мен көшірмесі. Тауарды жеткілікті дәрежеде қайта өңдеу өлшемін айқындау үшін құжаттар. Өтінім берілген өнім атауларының мемлекеттік тілдегі тізімі. Қойманың мекенжайы көрсетілген қоймадағы тауардың бар жоғы және саны туралы қойма анықтамасының түп нұсқасы және көшірмесі, немесе сериялы өндірілген тауарды шығарудың жоспарланған жылдық көлемі туралы анықтама. Өтініш берушінің мүдделерін білдіретін сенімхаттың түп нұсқасы және көшірмесі. Рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасы заңының 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес рұқсат немесе хабарлама. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Қазақстан Республикасының индустрия және жаңа технологиялар министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 8 шілдедегі нөмірі 257 бұйрығымен бекітілген. Тауардың шығу тегін растайтын құжаттар. Құжаттардың 3 тізімінің 2 тармақшасынан 22 тармақшаларына сәйкес құжаттар. Өткен 90-ға жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация. Алдыңғы жарты жылдықтағы шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін қысқартылған декларация. Бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін декларация. Және еңбек шарттары. Соңғы 3 айдағы қызметкерлердің табысынан міндетті төлемдерді төлеу туралы құжаттар. Мәліметтер сәйкес келмеген жағдайда өтініш беруші Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің 4-ші тарауына сәйкес рәсімделген және қызметкерлердің тізімін нақты растайтын еңбек шарттарын ұсынады.
Мемлекеттік тіркелген сәттен бастап қызметін қысқартылған тәртіппен жүзеге асыратын өтініш беруші 6 айдан кем жүзеге асырған жағдайда қызметкерлердің тізімін нақты растау үшін салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 38-ші тарауына сәйкес соңғы 3 айдағы жеке тұлғалардың табыстарынан төленетін міндетті төлемдердің біріне ақы төленгені туралы құжаттар ұсынылады. СТ-КЗ формасындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың қолданылу мерзімі тауардың шығу тегі туралы сараптама актісінің қолданылу мерзіміне байланысты берілген күннен бастап 12 немесе 36 айды құрайды. Құжаттың түпнұсқалығын атамекен.кз сайтында тауардың шығу тегі туралы сертификаттардың реестрі бөлімінде тексеруге болады.